Onday сөзде немен бар. Кешегі қатын патшаның кезінде бұл жұрттың Абылаймен жасасқан бітімі келісім шарты болған. Міне бүгін сол шарттың барлығы адыра қалды. Үкімет қазақтың жерін тартып ала бастады. Осылайша жер тарылды, қоныс кесілді. Жері жайылымы аздың мал аз, ал мал азайса халық кіріптары болады. Ашығы башаршылық ұшырайды. Ата қонысынан айырылған ел осылайша Кенесарыны ақ киізге көтеріп қан сайлап тегіс атқа қонды. Сендер бұлғақ деп атайтын зұлмат осылай басталған болады. Сол себепті мен Құдай мен денің ұлы Қоңырқұлжа бастаған төрелер жер қайысқан қол жинап Кенесарыға қарсы аттанғанда атымның басын кері бұрдым. Дін қарындасым Кенесары мен өзімнің туған еліммен соғыс алмадым. Себебі мен әуелі Алланың құлымын. Содан кейін ғана барып ақ патшаның қызметшісімін. Тағдырын сеніп тапсырған бодан елді бұлай басынуға болмайды. Бәріне үкіметтің өзі кінәлі. Басымды қазір алсаң да айтарым осы. Биеке, тоқтатыңыз, басыңыз жұтасыз. Әйділмәс! Менің айтқанымның барлығын жеткіз. Bir sözümde жұмсартушы болма. Маған жаның ашымай-ақ қойсын. Көп болса, бір қазаққа ит жеккеннен топырақ бұйырар. Кешегі Абылай өлгенде де қазақтың шаңырақ ортасына түскен жоқ. Что он сказал?